17-ші тапсырма. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Берілген суреттерді сөздермен сәйкестіріңіз. Cow, cow. Duck, duck. Frog, frog. Goat, goat. Chicken, chicken. Rabbit, rabbit. Бірінші сөзіміз cow. Сиыр, суретіне сәйкес келеді. Екінші goat. Ешкі, суретіне. 3 rabbit. Қоян, суретіне. 4 chicken. Тауық, суретіне. 5 duck. Үйрек. Суретіне. Frog. Бақа. Суретімен сәйкес келеді. 18-ші тапсырма. Find the animals and write. Жануарларды табыңыз және де жазыңыз. Біріншісі берілген екен. Cat. Мысық. Екіншісі rabbit. Қоян. Үшінші duck. Үйрек. Төртіншісі dog. It. Chicken. Тауық. Және алтыншысы frog. Бақа. Study spotқа қараймыз. Біз өткен сабақтарда have got, has got конструкциясын өткен болатынбыз. Have got, has got конструкциясы бір заттың біреуге тәуелді екенін білдіру үшін қолданылады. Одан бөлек адамның түр-келбетін сипаттау үшін қолданылады деп айтып өттік. Ол кезде бізде болымды сөйлемдер болды. Бүгін бізде сұраулы сөйлемдер және сол сұраулы сөйлемдерге қалай қысқаша жауап беруіміз болады екен, соны көріп шығайық. Has he got blue hair? Оның шашы көк па? Yes, he has. Has he got green hair? Оның шашы жасыл ма? No, she hasn't. Have they got small mouths? Олардың ауыздары кішкентай ма? No, they haven't. Біз he, she, itқа hasn't got қолданамыз. I, we, you, they haven't got қолданамыз. 19-ші тапсырмаға қарайық. Make sentences. Берілген сөздерден сөйлемдер құрастыруымыз керек екен. Біріншісі Nanny Rose hasn't got black hair. Роза әженің шашы қара емес. Екінші сөйлем My dog hasn't got big ears. Менің итімнің құлақтары үлкен емес. Үшіншісі They haven't got pink noses. Олардың мұрындары қызғылт емес. Төртіншісі Rabbits haven't got small ears. Қояндардың құлақтары кішкентай емес. Және соңғы сөйлеміміз Roy the clown hasn't got a big head. Клоун Ройдың басы үлкен емес. Келесі тапсырмамыз Look, read and answer. Қараңыз, оқыңыз және жауап беріңіз. Бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға қысқа етіп жауап беруіміз керек екен. Has Liam got red hair? Liamның шашы қызыл ма? Yes, he has. Я, оның шашы қызыл екен. Екіншісі Have parrots got small heads? Тотқұстардың бастары кішкентай ма? Yes, they have. Үшіншісі Have dogs got two legs? Иттердің екі аяғы бар ма? No,
they haven't. Төртіншісі, has a pony got long legs? Понидың аяқтары ұзын ба? No, it hasn't. 21-ші тапсырма. Which is Нұрлан's pet? Read, choose and say. Қайсы бірі Нұрланның үй жануары? Оқыңыз, таңдаңыз және айтыңыз. My pet has got a big body and 4 short legs. It has got a big head and 2 very long ears too. It hasn't got blue eyes. Менің үй жануарымның денесі үлкен және 4 қысқа аяқтары бар. Оның басы үлкен және де 2 ұзын құлақтары да бар. Оның көзі көк емес. Суреттерге қараймыз. Мәтіннің мағынасы бойынша оның Нұрланның үй жануары бұл dog, it. Тоғызыншы тапсырма. Look and choose. Қараңыз және таңдаңыз. Бізге суреттер берілген және де 2 нұсқа берілген. Суреттерге қарап, қай жануар тұр екенін табуымыз керек. Біріншісі chicken, тауық, 2 goat, ешкі, 3 duck, үйрек, 4 frog, бақа, 5 rabbit, қоян, 6 cow, сиыр. 10-шы тапсырма. Read and correct. Оқың және дұрыстаңыз. Біріншісі, parrots have got 4 legs. Тотықұстың 4 аяқтары бар. Дұрыс емес, тотықұстың 2 аяғы бар, я? Соны айтамыз. No, parrots haven't got 4 legs. They have got 2 legs. Екіншісі, cows have got small heads. Сиырлардың бастары кішкентай. Дұрыс емес, сиырлардың бастары үлкен болады, я? Соны айтамыз. No, cows haven't got small heads. They have got big heads. Үшіншісі, frogs have got small mouths. Бақалардың ауыздары кішкентай болады. Дұрыс емес, бақалардың ауыздары үлкен болады, я? Соны айтамыз. No, frogs haven't got small mouths. Frogs have got big mouths. Төртіншісі, chickens have got big heads. Тауықтардың бастары үлкен болады. Дұрыс емес, тауықтардың бастары кішкентай болады. Соны айтамыз. No, chickens haven't got big heads. Chickens have got small heads. Бесіншісі, rabbits have got short ears. Қояндардың құлақтары қысқа болады. Дұрыс емес, құлақтары ұзын болады, я? Соны айтамыз. No, rabbits haven't got short ears. They have got long ears. Алтыншысы, goats have got 2 legs. Ешкілердің 2 аяғы болады. Дұрыс емес, олардың 4 аяғы болады, я? Соны айтамыз. No, goats haven't got 2 legs. They have got 4 legs. 11-ші тапсырма. A, O, N. Complete, then look and write the names. A немесе N артиклі. Бос орындарды толтырамыз және де суреттерге қарап, кімнің жануары екенін айтамыз. Яғни аттарын жазып қоямыз. Біріншісі, I've got a horse and an eagle. Менің атым және қыраным бар. Суретке қараймыз. Кімде екен? Дұрыс, Сәуле. Екінші, I've got a lion and an elephant. Менің арыстаным және пілім бар. Суретке қараймыз. Ол
әрине қанатта. Үшіншісі, I've got an iguana and a dog. Менің игуанам және итім бар. Суретте әрине сәуледе бар екен. Төртіншісі, I've got a tiger and an alligator. Менің жолбарысым және қолтырауыным бар. Ол әрине қанатта.